Ақтөбе Қайрат матчы көптен күткен. Бүгін 6 тамыз Қазақстанның Эл Классикосы деп те айтуға болады. Өте күшті матч бізді күтіп тұр. Бұйырса өзімізді ақ командамызға сәттілік тілейміз. Ойын басталды. Жігіттерден жақсы голдармен жақсы ойын күтеміз. Давай, доп жинада, естейсің, жина, бер, бас! Бүгінгі ойынның ең басты еске сала кететін нәрсе, ол тарихта болмаған нәрсе. Қысқаша айтқанда, Қайраттың болельшіктері біздің стадионда не істеп жүрсіңдер, тығылмай, қалай жүрсіңдер? Бұл да бір нағыз жүректілік қой. Мен бұлай келет деп ойламадым, базар жоқ. Қайрат клубы біздің Ақтөбе футбол клубының өзіндік бір принципиалды қарсыласы болғандықтан бүгін жанкүйерлер үлкен шоттар күтеді. Мысалға 3-0, 4-0 сияқты шоттар күтеді. Өзіміздің Қобыланды Батыр стадионында алдыңғы жолы 4-1 жеңген болатын. Мына жақта 13 сөкті бір әсе бүлдірейін деп жатыр, что-то бар ғой. Мына жақта соққы. Жарайсыңдар, шамалы қалды ғой. Әсе сүйлерін кереді ғой. Элдер Сантанада доп, Элдер Сантанада жақсы мүмкіндік бар. Енді Байтанаға берді. Байтана не істейсің? Байтана доптан айырылып қалды, өкінішке орай. 13 сектор өз орындарынан сыртқа шығып жатыр. Мен ойымша знак протеста сияқты. Генеральный директор Коленканың кетуіне байланысты шығар деп ойлаймын. Мына жерге жазып қойыпты, no 13 сектор, no party. Филиппович, сенде бар үміт, давай, бір нәрсе қыл. Енді, бер. Филиппович, көп ойланба. Сантана! Мұнда ешкім жоқ қой! Сантана! Кепті! Жарықтарай! Еркелеп атыр, Шина, құтты голың. Жарайсың. КПЛ-да екінші ойын, екінші гол. 13 сектор болмағанмен қалған секторларда шынайы Ақтөбе жанкүйерлері бар. Сол үшін стадион ешқашан өз клубын қолдаудан қалмайды. Міне доп Филипповичте не істейсің? Филиппович. Струна, көр, теп. Элдер. Струна. Көп ойланып қалдыңдар жігіттер. Бұрыштама добыны бастап кетті осылай. Енді істейсіңдер. Әдемі. Шина, бір нәрсе қыл. Шина! Тағыра мүмкіндік бар, Филиппович. Көр, әдемі. Райчкевич, қапты ғой бұл добын. Райчкевичті өте әдемі. Мүмкіндік болып өкінішке орай қолдан алған. Қайрат клубы 1-1 етті есепте. Өкінішке орай мына жақта Қайраттың фанаттары голды тойлауда. Есеп 1-1. Жігіттер сәл босаңсып қалған сияқты. Маңдар. Райчкевич көпті әдемі алып алды. Доп Байтанада, Байтана бер! Енді кеш қой.
Filipovich ne isteysin? Yetpey kaldı өкінішке орай. Тағы да мүмкіндік бар. Екінші деммен жаңа атака бастау керек. Давай, koş Tanjar. Kor! Solakay, әдемі! Давай! September, Ақтөбе 8-4 алса екен деп отырмын. Сонда болса екен. Оған әредім қапты. Ешкім жоқ. Есепте 3-1-ге жеткізетін мүмкіндік еді. Алғашқы таймға қосымша 2 минут қосылды. Бірінші тайм солай мен осы 2-1 шотпен қалатын сияқты. Жоқ, өкінішке орай. 2-2 қалып тастап, ең соңғы атакада. Бұл не болды сендерге? Бұл Уго Бигемон қарақатқа байланысты клубтан кетіп жатыр екен. Біздің клубтың аңыздан айналған ойыншылардың бірі алдағы уақытта жарақаттан айығып бізге қайтадан қосылады деген ойдамыз. Өте бізге керек игілік. Ал екінші таймды бастадық. Жігіттерге бүгін жеңісті жұлып алу керек. Әйтпесе чемпиондыққа мүлдем мүмкіндік қалмайды. Ойын басталысымен бірден атака басталып кетті. Яшиннен мұндай күтпедік. Яшин молодец. Осылай тиіп тұр. Негізі жақсы удары бар жігіт қой негізі. Тебем десе тебеді жігіт қой. Қайрат футбол клубының түлегі Ақтөбенің қорғаушысы Әлібек Қасым есепті 3-2-ге жеткізді. Әдемі гол. Жігіттерден тағы 2 гол күтеміз. Есепті 4-2 қылған Дмитрий Шамко өте әдемі гол. Филипповичтің кепкен Ножница добы өкінішке орай ортаға кірмеді, бірақ артынша Шамко бірден гол салып кетті. Бұл үшін үлкен қуаныш. Жігіттерге босаңсып қалмау керек, себебі Қайрат оңай шағылатын жаңағы емес. Салу керек жігіттер. Тағы да бір гол салу керек, немесе осы басын ұстап қалу керек.
Бұрыштама добы. Мынау. Ой, шамалы. Қалай Ақтөбе мен Қайрат ойыны төбелессіз болады, айтыңдар, қалай? О, мүмкін емес төбелессіз болуы. Яшиннің орындауында қауіпті сатқы болды. Енді тағы да. Естіс Сантана. Өкінішке орай. Шина бәрін жақсы жасап еді. Байтана қисықтау теуіп жіберді. Шина жарайсың. 3 игрок па, 2 игроктың ба арасынан өз сытылы өтіп шықты. Угловой мұштама добында істейді. Стромея қайттан берер ма? Көр. Әдемі. Енді. Не болды? Тағы да ойын ережесі бұзылды ма? Доп Арман Кеңесікке. Эльдар Сантанаға. Міне. Ардағында Байтана. Байтана не істейсін? Алдап көр теп. Байтананың жаңа тепкен соққысы қақпаның үстінен өтті. Мощный соққы болды ғой негізі байынеше. Негізгі уақытқа қазір 6 минут қосылды. 6 минуттан кейін осы көптен күткен Ақтөбе мен Қайрат арасында ойын бітеді. Өте қызық матч болып жатыр, негізі бар ғой. Тағы да бір тайм қарағым келіпті. Сол 5-2 деген шот маған ұнап тұр. Бір гол салу керек, бірақ ол үшін разгромный шот сияқты болып көрінеді. Дәл қазір стадионда өте жанкүйерлер арасында қызық жағдайлар орын алуда. Қайраттың болельшіктері айқайлауда, бірақ барынша Қайраттың болельшіктері айқайлаған уақытта біздікілер де қосылып, олардың дауысын сөндіріп тастауға тырысып жатыр. Олар тек қана барабандардың ғана дауысы естіліп жатыр, шыны керек. Ал біздің Ақтөбе негізі қандай выездной матчқа барса да, былай эфирден қарап отқан кезде де біздің жанкүйерлердің дауысы қатты естіліп жатыр. Бізде қазір еще 13 сектор жоқ, тек қана толық стадион айқайлап жатыр. Вот разница, короче. Шамкоға берді. 5 минутты, естейсің. 5 минутты родной курс. Қатты. Кеңес түйіп курс. Солақай. Әдемі. Қыбырай.